Қалайсыңдар? Сіздер мен фитнес залда жұмыс істегенімді білетін шығарсыздар. Көбісі білмейтін шығар бұл қалай екен. Сондықтан мен бүгінгі видеода фитнес залда болған ең қызықты оқиғалар туралы айтамын. Лайк басуды ұмытпаңдар. Кішкентай кезімнен бастап мен спортқа қызықтым. Сондықтан солар сияқты болғым келді. Сондықтан мен шештім, неге өзім хоббиімді жұмысқа айналдырып алмасқа деп. Мен солай істедім. Сол уақытта мен кішкене спортивный бала секілді көріндім. Но бұл жеткіліксіз болды. Себебі кім көрінген жұмысқа ала бермеді. Себебі келушілердің денсаулығы жаттықтырушыға байланысты болды. Сіз әшейін качалкаға келіп, менің қолым кіші көп, мен жаттықтырушы бола аламын. Не деген керемет, идейт нахуй. Бұл жұмысқа қандайда бір білім керек болды. Маған курстарға бару керек болды. Мен таңғалғаным 2 апталық курсты мен 3-ақ күнде бітіріп тастадым. Қасымда тұрған адамдардың бәріне сертификат берді, бізге сәттілік тіледі. Бізге ол жақта өзінің тренировкаңды қалай сату керек туралы айтты. Сосын бәпше тренировка жайында әңгіме болған жоқ. Бұл бір түрлі болды. Егер качалкадан тренер бір түрлі болса, біліңіз, ол мен барған курсқа барған. Мен қалай тренировка жасау керектігін білдім, бірақ сертификат керек болды. Олар айтқандай, қағазсыз сіз хатсыз, ал қағазсыз сіз қағазбен жазылған хатсыз. Бірінші кезекте мен өзім қаламдағы фитнестерге звондадым. Маған бәрі отказ берді. Бірақ бір фитнес клуб отказ берген жоқ. Ол мен қаламдағы ең әдемі фитнес клуб еді. Менің ол жақтағы жұмысым 12 сағат болды. 12 сағат бойы бұл заңмен болды. Менен басқа басында 3 тренер болды. Аптасында мен 2 рет жұмыс істедім. Мен кезекші тренер болдым. Негізінен 2 тренер түрі бар. Біріншісі ол залда әрдайым жүретін, басқалары қалай істейтін көрсететін. Ал екінші тренер ол адамдарға жеке жаттықтыратын. Яғни бір адамға жауапты, оның қалай тренировка істеп жатқанын бақылап отыратын. Мен жаңадан келгендіктен мен өзімнің жеке адам болған жоқ. Мен көбінесе кезекші болдым. Маған бар болғаны дұрыс істемей жатқан адам қасына келіп айту. Бауырым, дұрыс істемей жатсың. Дұрыс істе, мужик. Я не мужик. Но бірақ келесі айда кейбір жағдайларға байланысты бәрі жұмыстан шығып кетті. Менен басқасы. Мен жалғыз қалып қалдым. Яғни мен күнде жұмыс істеуім керек болды. Барлық жеке тренировкалар маған берілді. Кейбір кезде 9 тренировка бір күнде болатын. Осы качалкада өмір сүрдім десе де болады. Мен күнде бір адамдарды көріп, бір уақытта ойланып қалдым. Бұл баламен мен кеше амандастым ба, или бүгін ба? Егер мен қазір амандаспасам, ол мені өтірік көрмей тұр деп ойлайды. Ал екінші рет кеп амандассам, мен тупой деп ойлайды. Мен залда жалғыз жаттықтырушы болғандықтан, менде біртүрлі бұл жағдайларда болып тұрады. Мысалға, әкесі өзінің жас әдемі 16 жастағы қызын әкеліп айтады. Мен өзім қызымды жеке жаттықтырушыға бергім келеді. Жарайды, бізде жақсы тренер бар. Алеша. Сіздерде қыз жаттықтырушы жоқ па? Бір ретте мен бір жігіт жаттықтырып жаттым. Оның шорты кішкентай болған сонша, штангымен отырып жатқанда казус болды. Но мен таңғалғаным, оған ешкім күлген жоқ, өзінен басқасы. Тағы да бір күні маған әйел жазылды. Оған май кетіру керек болды. Мен оған қалай тамақтану керек туралы айттым. Сонымен қатар оған май кетіретін тренировка жасаттым. Менің тренировкамнан кейін ол тағы да тренировка жасады. Но тренировка біткеннен кейін сіз не істеп отырсыз? Сіз артағыңыз келді ғой. Мен негізінен бұл жаққа уақыт өткізу үшін ғана келіп жүрген едім. Ал егер ақтасам, бұл жай ғана әдемі бонус болар еді. Осы жақта мен түсіндім. Көптеген адамдар көп уақыт бойы тренировка істесе де өзгермейтін. Себебі олар өзгеріске келмейді. Олар әшейін уақыт өткізу үшін келеді. Болды, но сосын бәріне олар тренировка істеп жатқанын айтады. Но бәрі ондай болған жоқ. Мен көп адамдарды жаттықтырдым. Балаларды, қыздарды, әйелдерді, жігіттер, үлкен адамдарды. Негізінен үлкен бизнесмен адамдарды. Бұл жұмыстың бір жақсы жері, ол жақта олар маған төбеден емес, керісінше астынан қарайды. Михайлович, жұмыс істе, шаршама, тез, есің жина. Шынында бұл жұмыс жайлы көп нәрсе айтылмады. Бәрі айтылғанда видео ұзаққа созылып кетер еді. Сондықтан 30 лайк жинағаннан кейін екінші бөлім шығарамын. Осымен бітті. Ұмытпаңыздар, мықты қыздар мен жігіттер ғана мына кнопканы баса алады. Бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген. Келесі кездескенше.